Сәлеметсіздер ма? YouTube арнасының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мен кеше гүлдерімді жаңбыр жауады деп далаға шығарып едім. Жаңбыр жаумады. Бүгін далаға шығарғанда навестің астынан сыртқа шығарғамын жуылсын деп. Содан кейін жаңбыр жаумағаннан кейін бүгін өзім жуып сіздерге гүлдерімді бір сирап көрсетіп шығайын деген, өзім өсірген гүлдерім атростықтарынан кішкентай тамырлатып өзім. Мынауы амаралис гүлі, амаралис деген гүл. Бұның астына мұраяның дәнін салып қойғам, мінекей. Мұрая шығып апты. Мына жаққа денежный дереваның ақша шақыратын гүл дейді ғой. Соның жапырағын қойып қойғамын. Бос қою орындары деп. Мына жуасын. Балаларын алып тастағам. Балаларын алғандан кейін, жандары бос болғаннан кейін қоя салғам. Ол тамырлапты. Енді мынау доллар гүлім. Простой доллар гүлім. Бәрінде бар доллар гүлім дегенім ғой. Басқа сорттары жоқ, осы бір ғана сорты. Бұның астына мына гүлдің бір тал жапырағын салып қойғам. Мынандай. Мына жапырағын салғам, мінекей. Осындай болып бір жапырақтан тамырлай береткен, несін шығара береткен балаларын. Мына жерге. Тоже бұл көлеңкеде тұрғанда осындай қап-қара болып кететкен де, қызыл болып. Содан далаға шығарсаңыз, цветін өзгертеткен. Жасыл болады екен. Негізі осындай болады екен. Мынау қараңғы жерде тұрғанда осындай қызыл болған. Осыны салдым, осындай цвет болып кетті. Жарық жерде тұрғандар осындай ашық цветте болады екен. Мына одан бұрын салғаным осындай мінекей. Тоже бұл уже үлкенірек болды. Мына бұрынғы кәрі болып кеткен бегониям. Мынау кислица гүлім. Ну, не дейді, атын ұмытып қалдым. Бұл да бірақ әдемі, гүлі нашар болса да, жапырағы қатты, фикустар сияқты. Өзіме ұнайды. Көп бәрінде бар ғой мына гүл. Бірақ та сөйтсе де егіп қоям үйге. Өзім жақсы көрем осы гүлді. Мінекей, сансеверия гүлі, алоэ гүлім. Балалап жатыр. Фикус гүлім. Мынау да бір фикус орех па, бір нәрсе дейді, білмеймін. Мынау черный принц па, әлде каучканосный дейді ғой, әйтеуір. Фикустың бәрі бірдей сияқты, дәу жапырақтысы. Сыперстар далада тұрып, су құйылмай, бұл гүлдер мынандай болып қапты. Анау артында қалып кеткен ғой. Гүлдердің артында қалып кеткеннен кейін қасыналардың бәрін кесіп алам. Мынандай. Су құйылмаса өйстіп кеуіп кетті. Күн ыстық қой, әлі де күн ыстық болып жатыр. Бұл бұлай жайдан жай жылынбайды, кеуіп кетсе де. Кислица гүлін тоже қызыл жапырақтысы мен жасыл жапырақтысын бірге араластырып егіп қойғам. Мына бір осындай гүл сатып алғам. Әлі өзім көбейтіріп көрмедім. Пахиподиум дейді екен. Похиподиум ба, пахиподиум ба. Кактус сияқты. Осындай гүлім бар. Бір ай бұрын сатып алғам. Мына бағана гүлін тамырлатып қойғам. Тоже сансеверия. Мына хлорофитум дейма. Сондай. Тоже көлеңкеде тұрса,
жарық жоқ болса, жапырақтары жасыл болып кетеді екен. Огородтың ішінде, помидорлардың арасында қалып кеткен ғой, көрінбей. Қатты өсіп кеткеннен кейін осылай болып көлеңкеде ақ жапырақтары жасыл болып кетіпті. Диффенбахия тоже далада тұрды жазыменен. Жанына шефлерамды қиып салып қойғам. Тамырласа көшіріп алам. Декабрист қызыл түрі бұрыннан келе жатқан. Мынандай тамырлатқан, бұл оранжевый түрі. Бұл басқаша болып гүлдейді. Плюш гүлім. Амазонский лилия дейді. Бөліп тастағам, қалың болып өскен, бірақ та бөлдім. Бір жуадан алып, кішкентай горшоктарға егіп қойдым. Мынау гүлдің атын білмеймін, шырмауық сияқты өсе береді. Үлкенін мектепке беріп жібердім, үлкен гүлдерін. Көп боп салақта өсіп кеткен, бір бұтағын ғана алып, мынасын егіп қойғам, астынан екеу шығып келе жатыр. Осылай көбейіп кетеді өзі. Мынау да аппақ боп гүлдейді. Атын ұмытып қалдым, зефираны түспеді. Сондай. Тағы да гүлдейін деп жатыр. Бұл жақында ғана гүлдеп болған. Мынандай боп гүлдерін тастаған болған. Тағы да гүлдерін шығарып келе жатыр екен бутондар. Кислица. Осылай. Стақандарға да егіп қойғам. Кактустарым. Малача Эмилия гигант түрі. Кесіп, осындай кішкентай ыдыстарға егіп қойғам. Тамырлап, гүлдеп жатыр. Мынандай боп. Осындай боп гүлдейді. Біріншісінде бір сары боп гүлдей ма, содан кейін түсін өзгертіп жібереді. Мынау кішкентай түрі. Малача Эмилияның кішкентай түрі. Осындай ұсақ боп гүлдейді. Розовый түрі. Мынау ақ түрі. Мына сорты басқа, ақ болады бұл. Бірақ кішкентай боп гүлдейді. Мына махаббат гүлі дейді. Егіп қойғамын. Кәртейіп, сары боп гүлдегенден кейін жапырақтарын төгіп, жаман боп кетеді екен. Содан бір кішкентай жерін алып, осы тұсқа егіп қойғам, тамырлап әдем боп өсіп келе жатыр. Герань. Розовый түрі. Осындай. Мынандай. Мынандай түрлері. Герандарым. Балонда тұрған. Далада кеше көшіріп алдым. Сансеверия. Королевский герань пеларгония дейді екен ғой мынаны. Осының 3 түрін тамырлатқамын. Өзі бұрыннан бар. Менде розовый, қызыл, содан черный принц дейді. Біреуі сондай. Бірақ бәр жапырақтары оқсайды екен. Гүлдері басқа болады. Мына фикус макламе дегенді де осылай жапырақтары сарғайып бастағанда үшеуін кесіп алдым да салып қойғам. Үшеу тең тамырлап өсіп келе жатыр. Бір дысқа үшеу салып қойғам. Шефлераны кесемде осылай топыраққа сала салам. Өз тамырлайды. Тоже Диффенбахия сынып кетіпті жапырақтары.
Мынау женский счастье. Осы бір түрі. Мынандай осындай тағы бір түрі. Гигант дейді. Гүлдегенде иісі күшті болып шығып тұрады. Тағы бір түр үйде тұр. Тағы да бар. Содан мынандай ала жапырақтысы бар. Бұл кішкентай баласы. Сатып алғам. Ала жапырақты. Әйел бақыты болды. Содан мына комнатный мята. Комнатный мята. Мынау былтырғысы. Мынау биылғысы. Мыналар гүлдеп болды. Фиалкалар. Фиалка. Мына драцена. Драценаны басын кесіп тастағам. Басын кесіп тастағаннан кейін мынандай болып басынан көп болып шықты осылай. Басынан көп болып шығады екен. Тамырынан балалары шығады екен. Мына алдындағы мұрая гүлім. Гүлдерін төгіп жатыр. Гүлдерін төккенден кейін бутон береді. Бутондары осындай болады. Осындай кішкентай бутондар болады. Ойбай, сен неменеге кесіп жүрсің? Мінекей. Мұнда менің кішкентай бұзық ұлым гүлдерімді кесіп тастап жүр. Мен бұны байқамадым. Бастарын кесіп тастадым. Қызық. Гүл қарағыш. Мінекей, бастарын кесіп тастады. Адениум гүлімдің бастарын кесті. Мына үшеуін тең басын кесіп тастады. Құдай сақтасын. Мінекей, енді таз болып қалды. Еш нәрсе етпейді. Қайталап шығады. Ұштарын кесіп тастады. Астынан да келе жатыр. Адениум гүлім. Мына осының мына жерін кесіп тамырлатқан болған. Мінекей. Үсті. Бірақ бұны әлі кескенім жоқ. Осылай. Бұл гүлдің тамырын осындай қылып отырғызғам. Ашып. Тамырын ерекше қылып жинамай тамырлаған тамырларын ашып, ортасына шелек қойып, жан жағына осьминог па, сегізаяқ сияқты қылып өсіріп жатырмын. Мынау дәннен шыққан деген басқа түрі болатын сияқты. Жапырақ оқсамайды менікіне. Дәннен шыққандары осындай каудекс болады екен, семіреді екен. Сол үшін сатып алдым осыны. Кішкентай болған, кішкентай 50 грамдық стақанда болған. Ой, мына гүлінің атын ұмытып қалдым. Бірақ та танцующий скелет дейма. Сондай, өзінің атын ұмытып қалдым. Сап-сары болып гүлдейді бұл. Тоже суды аз ішеді. Кала. Бұрыннан келе жатқан ақ кала. Мына гүлдерім не? Бугенвилия гүлдері. Мен бұны әдейі осылай ұзын қылып, осылай мына мен иығыма жетіп қалыпты. Ұзын қылып осы жерге дейін ағаш қылайын, ағаш болғанша осылай тік ұстайын деп жатқызбай бір нәрсеге тиеп қойып жүрмін. Мынандай заколкамен. Мынауы не? Жусандың несі? Ағашы. Жусандарды тығып қойғам. Жусандардан негізі мен нелерге су жасайым. Ұшатын топырақта, жапырақтарында бір ұшатын нелер болады ғой. Зиянкестер. Соларға
жусаннан суу дайындап чашам. Осындай жусандын нелерин салып коям. Кыйсайып аткан гүлдерге жусандын агаштарын осылай. Мына бүтүп жатыптыр ғой. Жусан агашын акеп, әрі шыбын шіркей жоламайды. Мынан бәрі осы бугенвилия гүлімдін атростықтары 2 ай болды өскеніне бұлардың. Көп қызыл түрі менен фиолетовый түрлері өте көп. Тамырлатқам. Жақында ғана мына фиолетовый түрі мінеки. Бутондарын гүлдеп, гүлдерін тастап болған. Екінші сыпыра мінеки. Тағы да гүлдейін деп жатыр. Бұл жазда ыстықта гүлдей берет, тоқтамай гүлдейді екен ыстық кезінде. Гүлдейт, гүлін төгет, қайттан гүлдейді екен. Мынау қызыл түрі, жапырақтары дәуде болған қызыл түрі. Мұнда мына жерде фикус бенджамин деген гүлім. 3 жыл болды уже. Мынаған 1 жыл болды тамырлатқаныма. Тоже осының сорты, бірақ жапырағы ала жапырақ, ақ жасыл. Мына тағы біреуі фикус бенджамин. Диффенбахия. Менде мында аглонема гүлдің 2 түрі бар. Мынандай кішкене ақшылдау. Өзі бірінші сатып алған аглонемам осы болатығын. Бүйтіп астынан шыға береді. Мен оларды бөліп ала беремін жылда. Осылай. Биылда мына балаларын бөліп алған болатығым. Тағы да балалар шығып келе жатыр. Мына осының баласы. Бөліп алып тастаған. Бұл тағы да бала беріп жатыр мына. Астынан 1, 2, 3 болып көбейіп жатыр. Мынауы 1 болаған. Мына. Камерам қайда кетті. Мына жағын балам сындырып қойғандан кейін, мына кішкентай ыдысқа егіп қойған. Сырас топыраққа салғамын. Мына. Бұл тамырлады. Тамырлаған үсті тамырлады. Бұл асын бұла еге салған. Еккенден кейін мына осы шықты. Мынау. Кейіннен мыналар шығып келе жатыр. Жанынан атростқа берейін деп жатыр. Мынау тоже баласы болған. Бұл да бала шығарып келе жатыр. Мына жерде ктенянта деген ктенянтама или қандай еді? Калатеяма, ктенантама атын ұмытқан. Екеуінің біреуі. Осындай дәу жапырақты. Тура сол гүлдің ақ жапырақтысы, ала жапырақтысы ақ араласқаны.